Қайырлы кеш оқырман. Бүгін Айгүл мен Зарина эфирде сөзге келіспей қалды. Эфирдің сыртында екеуі ұрсып қалғанын көрдік. Бәрі сол сыйлықтардың кесірінен неге алдың, неге алмадың дегендер. Ұрыстың бәрі Мариконың үміткерінен басталды. Әділет Айгүлге гүл сыйлағысы келіп, сезімі бар екенін мойындады. Айгүл аң-таң болды. Марика шок болып, мені жақсы көремін дегенін қайда деді. Зарина болса соны байқап ескі жараны кері тырнады. Айгүлге бір тиісті, ауру қалса да әдет қалмайды деп айтып кетті. Бұрында да Гүлжан екеуінің араларында бір әңгіме болды ғой. Солай енді қыздарға айтқым келеді, ұрыспаңдар босқа. Мен жалпы қалай болатын, міне мыңқ етіп отырмын. Білмеймін ғой. Мысалға бар. Сезімі бар Айгүлге. Болды ма? Айгүлге ма? Иә, бұл енді сол келген кезден емес енді. Сол бара-бара болған зат енді. Енді Марико енді мына жерде енді жаңа соны шығара алмай отыр ғой. Ол да сезіп жүрді ау деймін мысалға. Айгүл туралы тема қозғалатын болса. Сол қайдың бір айтқан жақсы көрем деген сөзің бәрі. Сен просто жақсы көремін. Мен енді мыңқ етіп айтып отырмын. Қалай болады енді таныс қалай болатынын данша білмеймін. Ал пікірлерге көшейік. Айгүл есік көрген қызсын. Енді не болды біреудің жігіттеріне көз салып. Тартып алған ұятақ, ұялмай қалай отырасын. Зарина қызым, сен Алланың жолындасың. Ба. Неге сонша ұрсасын өзің умраға? Барып келдің. Біраз сабыр сақтауына болады ғой. Оразаны ұрысты қойындар. Заринаның айтқаны дұрыс, өте орынды. Айгүл екі баласы бар, Гүлжанға да қолын жайып ақша сұраған. Енді Мариконың үміткерінен гүл сұраған. Айгүлдің беті ашылған, қатын баласына қарамай жүр, әркімге көзін сүзіп өлген. Балық құсап бағып жатқан біреу екі баланы